Hello children, now let's begin today's our new lesson. The theme of the new lesson, Escape to Narnia. Open your book on pages 1991. Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз, яғни Нарнияға қашу. Кітабымыздың 90-91 бетін ашамыз. Next exercise 1A and B. Яғни кітабымыздан бірінші жаттығуды қараймыз, яғни суреттерде реттілігімен орналастыруымыз керек, берілген суретті. Сонымен қатар Escape to Narnia атты бізде мәтін берілген, сол мәтінді оқып, аударып шығамыз, Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқасын дәптерімізге жазып аламыз. Next task exercise 2, read the text and complete the sentences. Яғни мәтінді оқып алғаннан кейін, осы жаттығуларды, сөйлемдерді толықтырамыз, осы жаттығуды орындаймыз. Дұрыс нұсқасын сіздерге қалдырдым, балалар. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басуды және коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Енді келесі жаттығуға көшейік. Next task, make notes under the headings, using your notes to present Narnia to the class. Яғни, мына сұрақтарға жауап береміз. What is Narnia? Talking animals, musical creatures. Яғни, балалар, сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыны жазып алсақ болады, немесе мәтіннен де өздеріңіз осы дұрыс нұсқаның жауабын мәтіннен де таба аламыз. Енді келесі жаттығуға көшейік. Next task, exercise 4, complete the sentences, wise, cruel, creatures, army, fights. Яғни сөйлемді осы сөздер, берілген сөздерді тиісті орнына қойып, сөйлемді толықтыруымыз қажет. Және де мен сіздерге дұрыс жауабын жазып қойдым. Осы дұрыс жауабын тиісті орнына қойып, сөйлемді толықтырып шығамыз, балалар. Next exercise 5, question with how. Яғни, how қалай, how long, қаншалықты ұзақ, how fast, қаншалықты жылдам, how many, қанша саналатын зат есімде, how much, саналмайтын зат есімде, how often, қаншалықты жиі. Осы сұрақтарды келесі сұраулы сөйлемдерге қойып жазуымыз керек. Next exercise 6, яғни, мынау берілген факты дейді, сол фактыны толтыруымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. A-дің және де B-де бар. Now write a short paragraph about the animal. Яғни, қысқаша нұсқасын қалдырыңыз дейді, не туралы, жануарлар туралы. Last task exercise 7, in groups create another word. Ана жерде көрінбей қалыпты. Яғни, дұрыс нұсқасын сіздерге жауабын қалдырдым. Осыны жазып алсаңыздар болады, немесе мәтіннен де қарап шығып өзіңіз іздеп жасаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.